Сәлем достар, бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі өте тез дайындалатын тоқаштардың рецептімен бөлісемін. Бізге жылы сүт, сұйық май, қант, ұн және де ашытқы, тұз қажет. Ең алдымен жылы сүтімізге сұйық майды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Одан соң тұз салып, қант салып, және де ашытқымызды салып, барлығын бірге араластырып аламыз. Бетін жауып 10 минутқа демалдырып қоямыз. 10 минуттан соң ұнымызды салып, жақсылап бір келкі қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң, бетін пищевой пленкамен жауып, 40-60 минутқа көтерілгенше демалдырып қоямыз. Қамырды 12-14 бөлікке бөліп, тағы да бетін жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыздың әр бөлшегін алып, осылай жұқа етіп жайып, үстіне ерітілген сливочный май жағып, оның үстіне қантымызды сеуіп, рулетке тәріздес қып ораймыз. Одан соң жүрек тәрізді форма жасаймыз. Видеода көрсетілгендей. Тоқаштарды осылай үстін жауып, тағы да 10 минутқа қалдырып қоямыз. Үстінен осылай жұмыртқамызды жағып, алдын ала жылытылған 180 градуста 15-20 минутке саламыз. Мінекей достар, біздің тоқаштарымыз дайын, өте жұмсақ, өте әдемі және тез дайындалатын рецепт.